Қазақстанда мысалы қазақ тілін қорғау керек деп соған мысалы өкіметтен ақша бөліп бірдемелер жасап жатады да. Мен қарсымын соған. 100% қарсымын. Өйткені қазақ тілі кезінде кеңес өкіметінде өшпеген қазақ тілі қазір өшпейді. Енді 21 ғасырда енді бүкіл әлем құрып кетпесе қазақ тілі өшіп жоқ болып кетпейді да. Енді қызық нәрсе. Біздің кейбір ата-аналар балдарына орысша оқытпай қойып жатыр да, орысша оқымаңдар деген сияқты. Орыс тілін білмеңдер деген сияқты да. Бірақ ол балдар бәрі көшеде жүрген кезде боғау сөздерді, зыбы, инат, сондай сөздердің барлығын айтып жүр олар. Бірақ кәдімгі орыстың литературасын Пушкинді ешкімді оқығысы келмейді да, оқымаңдар деген сияқты. Сонда мен өзім қызымды, екі қызымды орыс мектепке бердім. Достарым айтады, неге орысша оқытып жатсың, ертең олар орысша ойлайды дейді. Айттым, орысша ойлаумен, қазақша ойлаудың айырмашылығын айтып берші. Сонда мен дәл сол кезде қалауым жүріп жатты, міне қазақша ойлайтындар осы ма? Орысша ойласа не болады десем, ертең сатқын болады дейді да. Онда бастайық, Абайдан бастайық, орысша оқыған. Ахмет Байтұрсыновты айтайық, Міржақып Дулатовты айтайық. Бәрі орысша оқыған, әйелдері де орыс болған, қонай болса қалған саған қонайып та орысша оқыған. Қазақша білу керек, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Құрметте менің қыздарым қазақша біледі, қазақша салт дәстүрді де біледі. Бірақ орысша оқыған адам сатқын болып кетеді дегенге мен келіспеймін. Мен нәрсе қорқатын нәрсем, бізде қазір міне батыстың технологиясын қолдану керек. Бірақ идеологиясы керек емес. Кезінде біздің сол Алаш ордалар не үшін атты? Олар Японияның шпиондары деп айтты. Олар Европада немістердің технологиясын бірдемен алайын деп тырысқан жоқ, олар Японияның методикасымен Қазақстанды дамытқысы келді. Өйткені шығыс, восток дело тонкое дейді. Шығыстың нәрсесін алғысы келді. Ал біздегілер қазір барлығы Германияда өмір сүргісі келеді да, барлығы сояқты сондай сияқты болсақ дейді да. Не көйіп кетті қазір? Вот батыстың идеологиясы кіріп кетті технологиясымен бірге. Инцест көп, қарындасына, қызына шабуыл жасатқандар көп. Біз Совет үкіметінде өстік, орыстардың қол астында болсақ та, қарындасың емес, өзіңнің рулас қызыңа бармайтын тұғымыз. Оның өзінің қарындасын сияқты қарайтын болсын. Басқа ауылдан, басқа жақтан келіп, әдемі болып тұрса сұрап, руын сұрасам, қоңыраттың ішінде кімсің? Пішқанысың дейді, мысалы, қожам берді, қарындасым екенсің деген сияқты. Қазір ол батыс бізге кірді да, ол жоқ болып кетті уже. Өзінің қарындас, туған қарындасынан ағалар зорлады деп сотталып жатыр. Қызына барып жатыр. Не болып кетті сонда? Бұл типпен біз ештеңе жаққа шыға алмаймыз. Гитлер даже айтқан, если хочешь победить врага, знай его язык деген. Орыстарға қарсы шығудың ештеңе керегі жоқ. Тілдің қатысы жоқ. Тағы да бір нәрсесі бар. Орыс тілінің 70% деп айтуға болады. Біздің тілден шыққан, түркі тілдестерден шыққан. Өйткені, мысалы, деньги, теңге деп айтылады, тағы чемодан, сарафан деген барлығы біздің сөз, бізден енген сөздерге. Сондықтан ол тілді білгеннен ешқашанда ешкім төмен қалмайды. Сатқын ол қай тілді білсе де қазақ тілін біліп тұрда сатып кете береді. Ал қазіргі біздегі тағы бір үлкен қателік, сол бала тәрбие жағында қателіктер. Сендер тек қана қазақша тілді білу керексіңдер, ағылшынша басқа оқымай қойыңдар, қарамаңдар деген сияқты ата-аналардың қателігі. Тіл білген, мысалы, Әлихан Бөкейханов 9 тіл білген. Интернет жоқ, ештеңе жоқ. Ленин немісше сұрақ қойғанда немісше жауап бер, өзіне басқа тілде сұрақ қойғанда Ленин жауап бере алмай қалған. Міне қандай мықты адамдар болған. Сондықтан балаңызды орысшада, қазақшада, немісше де басқа тілдерге де үйрете бергеннің ешқандай зияны жоқ. Одан ол сатқын болмайды. Тәрбие дұрыс болмаса, сол жерден шығады сатқындар.